Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін баклажан салатының рецептімен бөлісемін. Бізге баклажан, қызыл тәтті бұрыш, помидор, чеснок, ащы қызыл бұрыш, тұз, қант, май қажет болады. Кескен баклажанымыздың үстіне тұз салып араластырып қоямыз. Ет тартқыштан қызанағымызды, тәтті бұрышымызды, ащы бұрышымызды өткізіп алып, соның үстіне қантымызды, тұзымызды, майымызды құямыз. Ыдысымызға манағы тұздап қойған баклажанымызды жуып, жақсылап сығып, суынан осы ыдысымызға саламыз. Көріп отқандарыңыздай, бұл салат ешқандай қиындық тудырмайды. Тез әрі оңай дайындалады. Дәмі өте керемет. Сонымен ыдысымызды отқа қойып, 30 минут қайнатамыз. Арасында бұлғап тұрамыз. Міне бізде 30 минут өтті. Үстіне үкіштен өткен чесногымызды қосып, уксусты құйып, араластырамыз. Тағы да 5 минутқа отқа қоямыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Стерилизовать еткен банкілерге салып, қақпағын жақсылап жабамыз. Міне баклажаннан біздің керемет салатымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруді кеңес етемін. Кезекте банкілерімізді төмен қаратып, одеялмен немесе көрпемен суығанша жауып қоямыз. Рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі рецептімді жібермеу үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар.